Сәлеметсіздер ме балалар, тағы да жаңа 10 минут бұрын ғана маған жаңа нұсқа келіп түсті. Енді соны сіздермен бірге талқылайтын боламын. Кейбір сұрақтар жоқ, если что, окей. Осылай қалай жіберілді, солай тұр менде. The particle to деп отырғанымыз complex objectте осы verb'тан кейін қолданылады дейді. Қандай verb'тан кейін to қолданылады дейді complex objectте? Егер естеріңізде болса, complex object деп отырғанымыз verb 1, object, verb 2. Енді айтқан мынау to'дан кейін қолданылады деген verb 1, яғни object'тан кейін to қайсысында етістен кейін қолданылады деген. Так, естеріңізде бар болса, мен өткен видеолардың бірінде сіздерге жазып жүрген исключенияларды. Олар бізде notice, see, hear. Окей? Бізде сезім мүшелері, мысалға see, hear, notice, observe, taste, smell деген сияқты, feel деген сияқты бізде мысалға сіздер білесіздер сезім мүшелері, то есть көре аласыздар, watch, ести аласыздар, hear, то есть ұстай аласыздар, feel, то есть немесе touch, yes, немесе ести аласыздар, smell. Осы 5 сезім мүшелері ол бізде либо екінші етістігі бізде to'сіз келеді ол етістіктер, verb ing, немесе сізде ол просто verb. Қасында s жоқ, өткен шақта да емес, қалай бар, солай нулевая формада. Либо елу де елу, либо verb ing, бағана айтқан етістіктер сезім мүшелері, немесе просто verb. Окей? Ал енді бізге бұларды емес, бізге to'мен сұрап тұр берілгенде. Сол үшін біз сразу мынау сезім мүшелерін өшіріп тастаймыз. Так, енді бізде avoid пен want қалды. Avoid деп отырғанымыз бізде көбінесе келетін герундийдің етістігі болып табылады. Окей? Сол үшін avoid бізде герундий деп отырғанымыз былай ғой, verb 1, object, verb 2-ға ing жалғанады. Жоқ. Немесе мынау просто герундий деп отырғанымыз objectсіз, вот так, verb 1, verb 2, ing деген. Ал егер object бар болатын болса, бізде complex object көтеді, ол бұл емес. Мынаусы verb 1, verb 2, ing. То есть, for example, I avoid studying English. То есть, мен ағылшын оқудан қашамын деген сияқты, окей? Өзі мынаусы көтеді. Ал енді бізде бұл керек емес, бізге керек бір ғана етіс қалды, want. For example, көбінесе келетін want, you would like, алдыңғы сабақта айтқан болатын, әлі келіп жатыр. I want, for example, you to study. Мына қарасаңыздар, verb 1, yes, want деп отырғанымыз. You деп отырғанымыз, object. Мынау to деген бар бізде, мына айтып тұрған to мен бар деген. И verb 2. To'дан кейін всегда нулевая форма тұрады. To study. Даже на жерде she болса да, на жерде study yes болып кетпейді. Окей? Study. He, she, it, they, любой subject тұрса да, на жерде to'дан кейін всегда verb 1. Окей? Так, дальше. Сонда бізде жауабы B болады. Келесі бізде the correct verb in complex object. Complex object бізде, окей? Сезім мүшелерін міндетті түрде исключенияларды жаттап алыңыздар. Егер де исключенияларды қазір толық білмейтін болсаңыз, жазып алыңыз. Міндетті түрде сізде обязательно келеді болған, как минимум 3 балға комплекс объектке, оған уверенно 100%. Так, бізде жаңа айттым ғой, see, hear, notice деп отырғанымыз бізде қандай? Не, көріп тұрсыздар. Verb 1, object, verb 2 бізде либо ing, либо verb 1. Verb просто нулевая форма. Дым жалғанбайды. Бізге дым жалғанбағаны керек. Либо ing. Мына жерде ing көріп тұрсыздар. Мына жерде to көріп тұрсыздар. Керек емес, to керек емес. Так, мына жерде керек емес. Өткен шақта емес. Ол кісі тұрғанымыз ол бізде present, no. То есть, дым жалғанбау керек, s та жалғанбау керек. Мына жерде дым жалғанбаған, мына жерде ing көріп тұрсыздар. Бірақ, өкінішке орай ing-дің алдында is тұр. Ал бізге дым керек емес. Is да керек емес. Вообще еш нәрсе керек емес, только walking. Немесе просто walk болу керек. Сол үшін біз жауабы и. Так, дальше. Исключенияларды білмесеңіздер, тағы айтам, 100% келеді, 3 балдық астына жазыңыздар. Окей? Немесе алдыңғы видеоларды көрсеңіздер болады. Оларда бар. Комментарийда. Дальше. What is Абай Құнанбай Ұлы famous for? This one is correct. Поэма и music. Okay?
painting and mosques, ол вообще painter емес, painting емес, так, painting емес, mosques, то есть built by him, ол строитель емес. Дальше. The correct tense in indirect speech. Indirect деп отырамыз. Либо reported, либо indirect speech. Reported. Мысалы қарасаңыз, told then деп тұр. Сразу мына жерде to жоқ алдында. Мысалға said-та көріп тұрғандарыңыздай to бар ортасында. Said, то есть say, немесе said, там to, и потом кімге? Say to me, say to them деген сияқты. То есть адам мынау object пен x-тің ортасында to тұр. Ал мына жерде дәл сондай. Мына жерде қараңыз. Мына жерге мысалға John деген болса. John says болу керек пе? Мына жерге John. Егер says болатын болса, бізде мына жерге to керек еді. We can say всегда say to me. Okay? Всегда say мен to жүреді. To then. Как me деген сияқты без разницы, okay? Енді қараңыз, мына жерге to жоқ бізде. Сол үшін says болмайды, said болмайды. Say болмайды, said болмайды. Одан кейін says болмайды, өткен шағы өзгермеу керек. Мына жер said па, мына жер, то есть өткен шақ болу керек. Okay? Told болсын, либо said болсын. Просто мына жерде said болу үшін to болу керек алдында. Мына жерде to тұру ғой, мына жерде to тұру керек. Дальше. Шағы өзгермейді. Еще says-тен to тұру керек. Енді бізде екеуі қалады. Told бізде ешқандай жүреді, то есть told me деген сияқты. To жоқ ортасында. Say'да бар, told пен ask'та жоқ. To деген. Asked me, told me. Okay, немесе tell me, ask me. Түсіндіңіз ғой? Так, сол үшін бізде not, for example, мысалға айтатын болсақ, close the door болса, просто close the door болса, close дегеннен басталса, кез келген бірінші етістен, онда to мен болады. Егер де мысалға imperative mood болса, мындай. Аш, жап дейтін болса, to мен болады. Окей? Ал егер де оның алдында don't деген болатын болса, don't алдында not наға шығып кетеді. Not to болады. Түсінікті ғой? Сонда егер де просто be late болатын болса, онда too late болады. А егер де not болатын болса, not too late болады. Not алдына шығып кетеді. Don't-тың ноты алдына шығып кетеді, not be late. А так былай to ғана қосыла салады, окей? Так, сонда бізде not бізде өзінің алдына шығып тұр еще. Too late. This one is correct. Okay? Егер де мынау imperative moodтан сұрақ болса, астына жазыңыздар. The correct compound noun. Compound деп отырғанымыз күрделі. Екі сөзден құралған, немесе тиремен. Екі сөзден құралған бізде no, ball, и потом point. Екеуі мысалға, екеуін бөлек-бөлек айтатын болсаңыз, екі түрлі сөз береді. Ball деген доп, point точка, ball point, pen, шариковая ручка дейді ғой, вот сондай. Destruction, no. Түсіндіңіз ғой? Мысалға, егер де мысалы compound noun тоже, достаточно көп келетін тақырыптың бірі. Rain, мысалға жаңбыр, bow, там бабочка, rainbow, неге? Келіп бір қосақ та, радуга. То есть екеуі қосып жазылады. Солай екі түрлі сөз, екеуі қосылып басқа мағынаны білдіретін болса, екеуі бөлек-бөлек өзінің мағынасы бар, бірақ екеуі қосылғанда басқа мағынаны білдіретін болса, қосылып бір мағынаны білдіретін болса, онда бізде compound, немесе күрделі болып табылады. Так, дальше. The idiom, to the definition, идиома. A person or thing that is loved or adored, sorry. То есть, адам немесе бір зат жақсы көрілетін. Is деп тұру, is loved. То есть, мен сіздерге алдыңғы сабақта көрсеткенім passive voice, жақсы көрілетін. Okay? To be, и потом verb сөй тұрса, жақсы көрілетін. Так, бізде осы бесеу көбінесе келеді. Сол үшін бесеудің мағынасын точно біліп алыңыздар. On the tip of one's tongue, аузының тілінің ұшында. Button one's lip, аузын жап. Stop talking. Apple of one's eyes, то есть eye немесе көзімнің қарашығы. Значит, мен сені жақсы көремін, көзімнің қарашығысын, немесе мынау дүние менің көзімнің қарашығы деген сияқты. To have a sweet tooth, молочный тіс бар, это значит
всегда тәтті нәрсеге, короче, жегіңіз келіп тұрады. Как чоколайт, не чоколайт, окей, чоколад жақсы көріп тұрасыз, окей. Шоколад, там сахар всякие, торт деген сияқты, окей. Sweet juice десе. Сразу. Келесі, to have time on one's hands. For example, I say that myself, I have time on my hand десеңіз. То есть, мына жерге I болса, мына жерге my деген сияқты сәйкесінше, окей. My hand десеңіз, мен өз-өзімнің қолымды ұстап отырмын. Қолымды ұстап отырмын деген сияқты. Дым жасамай отырмын, әшейін, типа, уақытымды жай ысырап қылып жатырмын деген сияқты. To do nothing, вообще, с одним словом, окей? Вообще. Так, сол үшін бізде болады C. Мыналарды на всякий случай тағы да қайталаңыздар, өйткені button one sleep, tip of someone's tongue деген всегда келетін. Мыналарды көрдім мен бір-екі рет, окей? Сол үшін қайталап алыңыздар идиомаларды. Дальше, general question. General question, yes, no. Общий question деген ғой. Ал егер сізге special десе, специальный там, what деген сияқты өзінше специальный сұрақтары бар болады. Окей? Who, how деген сияқты. General деп отырған сізге yes, no деген сұраққа қайсысына жауап бересіз yes, no деп. Так, давайте. Can you help me? Сізге біреу айтады. Can you help me? деп. Сіз айтасыз, yes, I can, no, I can't десе, с одним словом. Окей. Немесе, do you like coffee or tea? This is айтасыз ғой. I like coffee, yes, либо I like tea, немесе I don't like them. деген сияқты. Okay. Бұл альтернатив. Or дегенде, сол үшін мысалға do деген ойлап қалуыңыз мүмкін, general questionның сұрағы ғой, do you like tea деген сияқты. Егер де мынау болмайтын болса, or coffee деген, мынау сізде general question болады. Do you like tea десе, yes, I do дейсіз ғой. Немесе, no, I don't. Егер де or деген сол үшін ұзақ әдейі сөйлемде беріп қойады, сізге екі балықта көбінесе. Соның жақтарында or тұрады, сосын барып сұрақ тұрады. Окей? Сол үшін мына жерден до конца оқимыз. Сосын сіз пыстап отырамыз, мен сияқты сразу. Дальше. Where does she live? Мысалға сіз where does she live десе, she lives, for example, in the city center деген сияқты айтасыз ғой, немесе in там, I don't know what's the street, but сіз айтасыз. Сол үшін сіз special question. Where деген сияқтамызса. Where, what тамасылса special question. Келесі. The weather is good, isn't it? деген tag question немесе disjunctive. Tag немесе disjunctive деп отырамыз. Мына құйрығы бар question. Окей. Так. Егер енді general question'ды оңай бір сөзбен айтатын болсам, мына жерге жазайын. Либо modal verb'тан басталса, modal verb жазамыз. Can, will, would деген сияқты. Кез келген modal verb'тан басталса, кез келген to be'дан басталса, are you a student деген сияқты. Немесе do, did, does. Немесе have-дан басталса, have, has, had. Осы төртеуіне жаттап алыңыз. To be, do, have, and the modal verbs-дан басталса, бітті. Значит, сізде ол general question. Okay? Or деп отырғанымыз alternative, disjunctive деп отырғанымыз мындай құйрықты question. Егер толықтай біліңіз келсе, кез келген сұрақтар арқылы, немесе барлық сұрақтарын талқылағыңыз келсе, тағы да комментке жазыңыз. Дальше. The correct variant. Дұрыс вариантын табыңыз. Давайте мен осындай кезде, білмеймін, астына бастаған жақсы көрем. Сіздерде сөйтіп жасасаңыз бар. Өйткені көп сөйлем болған кезде астынан бастаған easy көрінеді. Didn't-тан кейін used тұрады. Дұрыс емес. I used to live болады ғой. I used to, бәрі білесіз ғой, I used to. Did you use to деген қайда? И потом to-дан кейін discuss болады просто. Why did you use то же самое to и там watch болады. Okay, to-дан кейін verb one. I never used to read. Okay, this one is correct. Сосын барып айта кете салайын. Қай кезде to verb ing болады. Ол кезде мысалы, помните, мен сіздерге айттым, used to-ның алдында сізде болады get-тің кез келген түрі, кез келген жақтағы, немесе to be-дің кез келген жағында тұрса, мысалы, Emisa was, were, get, got деген сияқты. Used to-дан кейін verb ing болады. Егер алдына қосатын болсаңыз, сіз артына да қосатын боласыз verb ing-ді. Ал егер де просто науда жоқ болатын болса, то есть use it to verb one просто. Обычно used to-да verb one қоясыз. Өткен шақ қоймайсыз, to forget деген, forgot деген сияқты, окей? Так, дальше.
Complete the sentence correctly. Дұрыстап толтырыңыз. Lincoln Memorial in the States is a monument honoring the president. Actually, елтану сұрақтарын білмеймін қалай түсіндіруге болады. Вполне. Елтануда придется сочинение жаттауға, окей. Дальше. Lincoln деген у нас president. Is this easy? Actually, I think, okay. Дальше. The appropriate. Appropriate means suitable, подходящее в лесе уже. Variant of the verb. Now, verb-тың ішінен подходящий табыңыз. I can't find my keys. Somebody, blah, 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 it by mistake. Somebody, үшінші жақ тұрады. Has taken болу керек. Үшінші жақ. Somebody is good деген сияқты. Каждый деген, то есть бір адам, әрбір каждый емес, бізде бір адамбыз, иә? Сол үшін үшінші лицо. Has taken болу керек. Тоже has болу керек мына Canнан кейін taken жүрмейді. Canнан кейін verb one жүреді. Естеріңізде бар болса, can take деген сияқты. Немесе былай, can, потом have taken. То есть, үшінші жақ болатын болса, үшінші жақ қылу үшін бізге обычно не керек? Алдыңғы видеоларында көрсеңіз. Have, has немесе had керек. Мына жерде бізде алдында has, had деген жоқ. Okay? Үшеуі де жоқ, сол үшін өшіреміз. То же самое. Must-тан кейін has, had деген, must-тан кейін сөйді have болды ғой. Have деген жоқ бізде. Verb үш өзімен өзі тұра алмайды. Оның алдында сізде не болу керек? Have деген сияқты болу керек. Егер де tense болу үшін. Так, сол үшін сізде жауабы мынау болады. Must have taken. Okay? Так, дальше. The odd compound word according to the part of speech. Okay, part of speech, it means like бір түрлі, мысалға, короче, odd деп отырамыз, мынаның ішінен төртеуі, мысалға, noun болуы мүмкін. Төртеуі adjective болуы мүмкін, ал біреуі там noun болуы мүмкін. Мысалға, төртеуі noun, біреуі adjective болуы мүмкін. Деген сияқты ғой. Короче, әр түрлі төртеуі бірдей, біреуі басқа түрде тұрған сөзді табыңыз дейді. Басқа формада тұрған. Мысалға, әдемі деген болса, қазақша, әдемі деген болатын болса, қалғандар мысалға там, мындай болса, парта, стол, там, ручка, карандаш деген сияқты төртеуі noun, біреуі осындай, adjective. Немесе наоборот, төртеуі adjective, біреуі noun. Сондай, біреуі басқа есімде тұрған табыңыз дейді. Окей? Енді қараңыз. Dresser деп отырамыз, ER, teacher деген сияқты, ол noun-дігі. Noun. Kindergarten деп отырамыз бізде, садик. Ол бізде тоже noun. Значит, бізде екі noun болғаннан кейін бізде басқасын табыңыз деп тұр ғой. Workmanship. Sheep деп отырғаныз бізде тоже noun. Sheep, hood деп отырғаныз. Background деп отырғаныз фон, тоже noun. Бізде slow moving, то есть медленный деген. For example, it is slow moving process. Мынау жай жүретін процесс. For example, photosynthesis is a slow moving process. Қандай процесс? Slow moving. Еще slow деген сөз тұр медленный. Okay? Сол үшін сізде мынау странный, то есть келмейді мынаның ішіне. Okay? Ерекше болып табылады. Түсінікті деп ойлаймын, егер осындай part of speech и odd compound, немесе просто odd word десе, сіз бәрі бірдей жасап алсаңыз, мысалы noun деген сияқты, біреуін алып тастайсыз осылай. Okay? Дальше. Так, дальше. The appropriate variant. She, бла-бла-бла. Осында екі точка тұратын болса, сіз сразу іздейсіз. Мына екі verb тұратын болса, бір-біріне сәйкес келу керек. Мысалға, new liked. Pasta, past. Past, аяғы past болу керек. Немесе просто would деген сияқты өткен шақтары modal verbті. Немесе present болса, ажағы present, немесе will деген сияқты, can деген сияқты болу керек. Кәдімгі формасы. Past емес, present формасы. То есть, мысалға на жерде she knew liked. Pastта past дұрыс ответ, окей? Ол біледі, никқа ұнайтын математика. Так, liked, now past, now present. Сол үшін бірге болмайды. Окей? Now past, now present тоже болмайды. Past, present, now would деп отырамыз. Past қол жаңа айттым осы сізге. Past will'дің өткен шағы, сол үшін бізде болмайды. Дальше.
known ешқашан, үшінші word ешқашан have'сіз жүрмейді. Likes. No, енді дұрыс болмады, дұрыс болмайды. She likes. Have known болмайды, өйткені мына жерде Nick деп отырғанымыз үшінші жақын has. Present болғанымен де, мына жер present, мына жер present, мына жеріне қайсысына артына емес. Мына екеуі present болғанымен де, мына жерде сізде has болу керек. Nick үш, то есть he орнында тұр ғой. He has. Likingның алдында, liking деген болмайды ешқашан. Потому что бұл state verb деп отырғанымыз, мысалы жақсы көру деп отырғанымыз, бізде көзге көрінбейтін етістіктер ешқашан continuous болмайды. For example, I have been knowing him деп айтпайсыз ешқашан. Knowing деп отырғанымыз, know деп отырғанымыз, сіз білесіз, сіз іс-әрекет жасамайсыз ғой ешқандай да. То есть ол ішіңізде жүрген процесс вообще миыңызда, либо там ішіңізде. Ол кезде біз көзге көрінбейтін етістіктерде көбінесе всегда ing қоймаймыз. Дальше. Мына жерде тағы да біліп отырған шығарсыздар уже. Verb сүретін алдында не тұру керек? Окей. Have немесе has. Мына жерде has болу керек. Да жоқ бізде. He likes болғанмен, окей. Мұнда бізде жауабы A ғана болады. Түсінікті деп ойлаймын. Егер де осындай шарттардың қиылысы осылай, present пен present, past пен past екенін түсінбесеңіз, тоже жазыңыз. Кез келген қайсы сұрақты түсінбедіңіз, дұрыс түсіндіре алмадым, немесе ашық түсіндіру керек, соны жазыңыздар. Көмектесуге тырысамын барынша. Interrogative sentence. Interrogative деп отырамыз сұрақты, сұраулы. Affirmative деп отырғанымыз бізде, точкасы, то есть обычно хабарландыру. Affirmative. Көбінесе слово осылай сұрай бересізден. Affirmative и interrogative жаттап алсаңызшы болды. Affirmative это точка хабарлы, interrogative сұраулы. Ал егерде там негатив болса, уже он білесіз отрицательный екен, оны жаттап алсаңыз болады. Interrogative сұраулы. Так дальше. Сразу сұраулылар тауып аласыз. Қалған бәрі сұраулы емес, қарамасаңыз да болады. Енді просто дұрыс па дұрыс емес па қарап шығыңыз. She prefers to phone. Prefer деп отырғанымыз, окей, и to мен де, и ing мен де жүретін етістік. То есть и грунде, и инфинитив. Okay? То есть на prefer to phone, немесе просто phoning деп айтсаңыз да болады. Ол үшін мынау дұрыс. Doesn't she, өйткені мынау present simple'да тұр. Дальше ажаға present simple'дың бізде отрицательный формасы doesn't емес па? Doesn't, потом she деп отырамыз, бірақ бізге now ғана керек, now ғана керек. Prefers деп отырамыз, қандай tense'да тұрған қайсы? Present simple болса, present simple'дың отрицательный формасы здесь. И потом she деп отырамыз қыз, сосын бізге she қоямыз. То есть мына жерге бірінші мынаның отрицательный формасы, одан кейін барып now. Значит, сіз бірінші отрицательный форма, одан кейін she қоясыз. Түсінікті деп ойлаймын. Так, дальше одан кейін do you live here or work there? Okay, this one is also a alternative question. Or дальше. Бізде сұрақтар аяқталды. Қарағандарыңызға рахмет. Егер де disjunctive question'дардан немесе осындай кез келген тақырыптан сұрақтарыңыз бар болса, жазыңыздар. Алдағы уақытта түсіндіретін боламын. Рахмет. Қарағандарыңызға сау болыңыздар.